Сәлем достар, сіздермен Индира. Бүгінгі видеода өзімнің үнемі қолданып жүрген бауырсақтың рецептісін ұсынамын. Жасалу жолы өте оңай, сүтпен де сумен де жасауға болады, бірақ маған сүт қосылған нұсқасы өте қатты ұнайды. Сондықтан апара үшін сүт пен суды араластырып алдым. Ең алдымен жылы сүт пен суға 11 грамм ашытқыны қосамыз. 1 ас қасық қант қосып араластырамыз. Үстіне 3 ас қасық ұнды қосып жақсылап араластырамыз. Бетін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге 30 минутқа қойып қоямыз. Біздің апарамыз осылай болып көтеріледі. Дайын болған апараға 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық майонез, 1 ас қасық қаймақ қосып араластырамыз. Және де ұнды електен өткізе отырып, осылай қамырымызды илейміз. Біздің қамырымыз дайын болды. Бетін пищевая пленкамен жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Бетін бір басып аламыз. Тағы да бетін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Жазық жерге ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Өзіңізге ыңғайлы бөлшектерге бөлеміз, 4 бұрышты немесе дөңгелетіп кесеміз. Дайын бауырсақтарды 5 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Сол уақытта біздің майымыз қызып тұрады. Бауырсағымызды екі жағынан қуырамыз. Бауырсақтар осылай көтеріліп қызарады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, комментарияда бөлісіңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.